Бүгін айымның кезекті жарысы болатын. Іштей қобалжу мен сенім бар. Бұл жарысқа ұзақ дайындалған болатын. Енді соның нәтижесін бірге тамашалайық. Анасы мен бапкері қатты қобалжып уайымдап отыр. Себебі бұл айымның алғашқы жарысы болады. Енді не болар екен? Құласа да қайта тұру, ол батылдық әрі жеңіске деген ұмтылыс. Я, бұл жеңіс айымдікі етін. Оның қолынан келді. Анасының да үміті ақталды. Жарайсың, қызым менің. Егер де біздің мультиктер ұнаса, біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыр.